Сәлем достар, сіздермен бірге қазақша YouTube арна. Біз бүгін Venom трейлерін талқылайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Том Харди басты рөлде ойнайтын Venom фильмі үздіктердің үздігі болар сөзсіз. Бұған жақын күндер көрсетілген оның трейлері айқын дәлел болады. Бүгінгі талдауымызда біз Том Хардидің қалай Venom атанатын және де өзге де адам денесінен енген симбиоттарды сөз қылатын боламыз. Venom өрмекші адаммен байланысатын алғаш Marvel комиксінде пайда болған фантастикалық кейіпкер. Venom алғаш керемет өрмекші адам комиксінің нөмірі 300 санында жарық көрген еді. Алғашында жауыз ретінде өмірге келген кейіпкер кейіннен Анди қаһарман мәртебесін алады. Симбиот негізінде жабысқақ, сұйық кейіптегі ақылды бейтаныс жаратылыс. Нағыз симбиоттар сияқты аман қалу үшін адам ағзасы секілді әдеттегідей тасымалдаушыны қажет етеді. Симбиот пен адам ағзасы біріккен жағдайда оның иесіне керемет мүмкіндіктер береді. Адамға симбиоттың бірігуі Venom атауына ие болады. Ең алғаш симбиотты өзінде сынап көрген өрмекші адам болатын. Кейіннен ол симбиоттан бас тартып, нәтижесінде симбиот Эдди Брук атты жаңа адамға бірігеді. Тіпті кейіннен Venom өрмекші адамның хас жауына айналады. Ал енді тікелей фильмнің трейлеріне тоқталар болсақ, алғашында симбиоттардың өзге ғаламшардан жерге құлағанын байқаймыз. Мұны байқаған алпауыт ғылым компаниясы өзге планетадан келген бұл жаратылыстарды өз бақылауларына алады. Кейіннен симбиоттардың адам денесіне ену арқылы алпауыт күшке болатындығын байқап, ауру адамдарға түрлі сынақтар өткізе бастаған. Жизнь, яғни өмір деп аталатын ұйымның басшысы Карлтон Дрейк адамзат құрып жойылу үстінде және де адамдарды құтқарып қалудың жалғыз жолы симбиоттар деп есептейді. Бірақ бір жайсыздықтар бар. Ол кез келген адамның симбиотты өз ырқында ұстай алмауы. Міне осы жерде Дрейктің қателескені анық. Себебі ауру адамдарға жасалған түрлі сынақтар сәтсіз аяқталған болатын. Эдди оп-оңай симбиотты қабылдағанда Дрейктің оған көзі анық жетті. Қарапайым тілші қалай Venomға айналды десеңіздер, Эдди өмір атты ұйымға қатысты зерттеу жүргізген болатын. Сол жерде бір науқасты құтқармақшы болып, симбиотты өзіне қабылдап алады. Үйіне ауыр халде келіп, өзіне не болғанын білмей жатқанда, Жизнь ұйымның сақшылары оны алып кетеді. Кейіннен симбиот оған сөйлеп, оның денесін бағындыра бастайды. Міне осылай Venomға айналады. Эддидің басқа фильмдерден бірнеше симбиот болады. Оның бірі трейлерде көрген азиат қыз бен компания басшысы Дрейк болады. Фильмді көпшілік күткендей өрмекші адам не басқа да Marvel кейіпкерлері ойнамайды. Дегенмен кинотеатрларда міндетті түрде көріңіздер, өте қызық болары сөзсіз. Келесіде түрлі тақырыптарда қызықты видеолар салатын боламыз. Ең бастысы барлығы қазақ тілінде. Сіздермен болған жаңа сапалы қазақша YouTube арна. Қош сау болыңыздар.